бұзылып кетті. 27 ар жағынан 28-үй салынып жатқан. Толық салынбай бітіп бұзылып кетті. Мына жерде емкіс болатын, газдың емкісі. Осы жерге газы құйып кетеді. Сол газ құбыр арқылы осы үйге келетін. Табиғи газ сияқты келіп тұратын. Газ болған қолданбайтынбыз. Қысы жазы ыстық су, мұздай су. Орталық жылу жүйесі, отопление центральный. Қала сияқты болған ғой. 1, 2, 3, 4 этажда тұрдық біз. Ал кіріп көрейік. Бұл жақта ешкім тұрмайды. Бүкіл үй бос тұр. Бірақ адам тұрады деп еді, бұл кісі де кетіп қалған сияқты. Бисмилля. Бірінші этаж. Күндіз болса да қорқады екенсің. Жалғыз өзің. Екінші қабат. Адам дауыс шығып отыр ғой. Үшінші қабат. Төртінші қабат. Мына біздің үй. Мына көршілеріміз қосып алған болатын. Жабық тұр екен. Мына жақтан кіріп көрейік. О, бисмилля. Көршінің үйі. Қуаныш, көріп отқан болсаң, комментарий жазып кет. Бала ұқсап өткен елінде. Бесік тұр екен. Қуанышында жатқан бесік шығар. 26 ұқтар. Кім қай подъезде, қай қабатта тұрды? Жаза кетіңіздер. Бір группа ашып жиналайық, 26-лықтар. Біздің кіреберіс. Детский бөлме. Мына жерде бір шкаф тұратын, ана бос орын болған қуыс. Таңертең оқимын, сабақтан келем да жалғыз өзім. Қалғанда жұмыста, сабақта, сол бұрышта отыратын. Неде сағат болатын. Үлкен тілі 12-ге, кішкентай тілі 5-ге келген кезде қарындасымды балабақшадан алып кетуге кететін. Өзім бірінші класс оқимын. 5-6-ларда әкеміз бен анам жұмыстан келетін. Мына көпірдің ар жағына автобус тоқтайды. Жұмыстан келгенде түскендерін көріп қуанатынбыз. Жұмыстан кирешке жасап алып келетін. Сол кездің кирешкеyi ол. Сол кирешкені асқа алып кететінбіз. Анамыздың. Сол кездің кафелдері жарықтық әлі тұр екен. Ай, қайран бала ұқсағым. Опа. Жүрегімді алды ғой мына қыз. Жүре бер, тимеймін, жүре бер. Ванна. Ыстық су, қысы жазы болатын. Мұздай су, ыстық су. Туалеті бөлек. Мына біздің ас бөлмеміз. Тимеймін, жүре бер. Кішкентай кезіміз үлкен болып көрінетін еді кухня. Көп кішкентай екен ғой. Мына жаққа кіріп кетті ана қыз. Ұясы бар ғой деймін. Мына жақта тағы бір бөлме бар, спальный. Мына жерде темір кроват тұратын, батут қып секіретін. Неде төсек жиналып тұратын. Мына жерде шифонер тұратын.
терезеден даланың көрінісі. Қандай керемет. Орысша айтқанда с видом на гору. Әдемі ма? Мына жерде 27-ші үй болатын, бұзылып кетті, 5 қабатты болды. Ар жағынан 28-ші үй салынып жатқан, толық бітпей ол да бұзылып кетті. Ауылда шақты, завод, фабрика істеп тұрған кезде 15-20 мыңдай халық болған. Қазір 2 мыңдай адам тұрады. Жұмыс жоқ, бәрі көшіп кеткен. Мына біздің залымыз. Жерде болады, жерде палас, неде бір сервант тұратын, шкаф па, сервант па, қалай айтылады. Әлі есімде, мен осы жерде сүндет деген, Оразхан деген ағайымыз хирург. Әкем марқұм бар, екеуі осы жерде. Укол салып тұрып, бәрі көз алдымда елестеп тұр. Кескені. Жылаған жоқпын бірақ, жігіт екенмін. Неде қонақтар болды сол кезде көп тойлатқаны бар. Адамдардың дауысы шығып жатыр. Жалғыз адам тұрады деп едім осы оқысы. Әлі де тұрады ау. Біздің лоджиямыз. Лоджи ма, балкон ба? Не жерде қарындасым. Есімде басын жоғар жағынан кіргізген ау. Астына қарай отырған, шығарамай қалған ғой. Жоғарысы кең ғой. Астына шығарамай жылап отыр. Неқта адамдар қарап қалған бәрі. Сондай бір қызық болған. Міне балконнан көрініс. Керемет. Балкон көрінісі. Осы жерде балалық шағымыз өтті. Мынау ас бөлмесі, жаңа айтып кеткендей. Мына газ осы құбыр арқылы келіп тұратын, жаңа даладағы емкістен. Табиғи газ сияқты. Қала сияқты болған ол жер. Ауылдың қаласында тұрғанбыз ғой, бір сөзбен айтқанда. Осы үйді енді бір ретке келтіріп, жөндеп қою ниетім де бар. Бала шағаны анда-санда келіп демалып тұратын. Сол кезде кафельдер оны бізбен жасты, бізден де үлкен шығардар. Қанша шаршы метр екен өлшеп көрейік қазір. Залдан бастайық. Он алтыда 9-17 жатын бөлме. Жетіде 6, 7,5. Жалпы ала салайын бірге бәрін. Отыз бір. Кіреберіс бар. Санузел бар. Кухня. Мына жақтағы детский бөлме. Бәрі 31. Жаңа алдындағыларын қосып жіберіңіздер. Сонымен жалпы шаршы метр шығады. Мұны біздің көршілеріміз өзіндерінің үйлеріне қосып алған, ерін есік шығарып. Негізі мына жер жабық болған. Мына жерден кіріп шығатынбыз. 6 бөлмелі жасап алған көршілеріміз. 1, 2, 3. Üzerinde 3 bölme, bizde 3 bölme. Қуаныш деген көршіміздің